Қайырлы таң баршаңызға, қымбатты барша бауырлар. Бүгінгі сенбі күндеріңізге сәттілік тілеймін баршаңызға. Мен таңғы ауамен тыныстап, далада таза ауада демалып жүрмін. Қараңыз, ауа райы. Соның ішінде таңғы ауа өте керемет, өте тамаша. Адамға ерекше көтеріңкі көңіл-күй сыйлайды. Таңғы ауадағы қыдыру адам баласына, таңғы серуен өте пайдалы. Далада қыдырып, таңғы серуенде қыдырып, тыныстап, табиғатты тамашалап, өз әлемдеріңізбен тілдесу бұл өзіңізге өте пайдалы. Жыл мезгілінің қай кезеңі болса да, таңғы серуен адамға өте керемет әсер береді. Мінекей, осы таңғы серуенді қай мезгілде болса да әдетке айналдырыңыздар. Бүгін сәл кештеу шығып қалып тұрмын. Бірақ мен ең аз дегенде күніге жарты сағат таңғы ауамен тыныстауды өзіме әдетке айналдырғаныма міне уже 6-7 жылдың жүзі болды. Бұл таңғы серуеннің пайдасы неде деп ойлайсыздар? Таңғы серуеннің пайдасы сіздің таңертеңгі көңіл күйіңіз, таңертеңгі оянған сәттегі барлық әсеріңіз сізге күні бойы сізді жетелейтін болады. Күні бойы сол таңдағы қандай көңіл күйде оянып тұрсыз, сол көңіл күйіңіздің әсері сізге күні бойына жетектейтін болады. Сондықтан неге таңда жақсы көңіл күймен оянбасқа, неге таңда күліп оянбасқа деген оңай әркімнің қолынан келетін жағдай бұл. Сондай ой келеді. Мынау біздің үйдің жанындағы ретро саябақта мен күнде таңымды осы жерде қарсы аламын. Адамға бір таңда өте керемет инсайттар, ойлар келеді. Сол ойыңызды хоп деп қағып алып іске асыратын болсаңыз, әрдайым ол сізге жайдан жай келмейді ғой. Алла тағала адамның ойына жайдан жай салмайды түрлі идеяларды да, инсайттарды. Сондықтан әр келген ойды біздер қағып алып, сол өмірімізге жарататын болсақ, ол біздің өмірімізде бір жаңалықтар жасауға, өміріміздің өзгеруіне үлкен әсер береді, үлкен көмек береді. Сондықтан да әр таңда, әр қашанда күліп ояныңыздар. Осылай жарты сағат, ең кем дегенде жарты сағат өзіңізге уақыт арнауға болады ғой. Қандай тамаша да, мінекей. Ертерек шықсаңыздар одан да керемет. Қыс мезгіліндегі қыдыруда маған қатты ұнайды. Жылдың 4 мезгілінде де таңда қыдыру керекпіз. Таңда демалу керекпіз.
әрдайым өздеріңізді жақсы көріңіздер, өздеріңізге көңіл бөле біліңіздер, уақыт бөле біліңіздер, өздеріңізді еркелете біліңіздер, өздеріңізді аялай біліңіздер. Бұл өмірде ең басты адам бұл өзімізбіз. Барлығы өзімізден басталады екен. Әрқашанда жақсы көңіл күйде жүріп, көтеріңкі көңіл күйде жүріп, жақсы оймен жүретін болсақ, Алла тағала бізге сол ойымызға сәйкес не ойлаймыз барлығын рет-ретімен көрсетіп отырады, беріп отырады. Әрқашанда мына жүректеріңізді тыңдаңыздар. Адам баласының жүрегі ешқашанда теріс ойды білдірмейді, теріс ойды сездірмейді. Сол себепті өзіңізді жақсы көріңіз, өзіңізге уақыт бөліңіз, өзіңізге жақсы нәрселерді алуға рұқсат беріңіз. Әр таңда аман есен күліп ояныңыздар, қыдырыңыздар, демалыңыздар, денсаулықтарыңызды күтіңіздер. Денсаулық адамның басты байлығы. Денсаулықты күтетін болсақ, біздің халықта осы, мен ылғи да айтамын, профилактика деген болмайды. Біз өзімізді күтпейміз. Айналып келген кезде бір қатты денсаулығымызға қатты бір батқан кезде ғана ойланамыз да. Сондықтан да әр таңда жақсы оймен ояныңыздар, жақсы көңіл күймен ояныңыздар. Бүгінгі жаңа таңдарыңыз сәтті болсын, барлық ойға алған арман мақсаттарыңыз орындалсын. Әрқашанда күліп жүріңіздер, әрқашанда қуанып жүріңіздер, әрқашанда өздеріңізді бағалай біліңіздер, өздеріңізді жақсы көріңіздер. Бұл өмір өте ғажап. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыз. Өзіңізді жақсы көретін болсаңыз, өзіңізді қуанта білетін болсаңыз, өзіңізге жақсы нәрселерді алуға рұқсат бере алсаңыз, адам баласының өмір жасы ұзақ болады. Әрқашанда күліп жүрген адамның, дені сау адамның, денсаулығы мықты адамның қартаймайтынын барлығымыз да білеміз. Өзіміздің биологиялық жасымызды жасыра білейік. Әрқашанда сергек оянып, күліп жүрген, қуанып жүрген адам ұзақта бақытты өмір сүреді. Ол бәріміздің қолымыздан келеді деп ойлаймын. Сондықтан да баршаңызға таңғы жалынды сәлем Ақтөбе қаласынан. Мен сіздерді жақсы көремін. Өмір өте ғажап, өте керемет. Мінекей, табиғатпен тілдесіп, құстардың әдемі сыңғырлаған үндерін есту, әр таңда күліп ояну, күні бойына бақытты болып жүру, өзге адамдарға бойымыздағы тамаша позитивті энергияны көрсету, ол өте үлкен байлық. Бұл өмірдегі барлық қызықтың барлығын көре біліңіздер, қабылдай біліңіздер, ала біліңіздер. Әрқашанда қуанып, жарқырап, шаттанып, қолыңыздағы барды шүкіршілік деп, тәуба деп бағалай білсеңіздер, барлығы өте тамаша, өте керемет болады. Мінекей, таңғы ауа қандай әсем, қандай әсерлі, жап-жасыл, өте керемет айнала. Күн өте тамаша. Бүгінгі күндеріңізге сәттілік, береке, табыс, байлық, ауызбіршілік тілеймін. Мен сіздерді жақсы көремін. Сәттілік баршаңызға.